әділет министрі азамат исқараев экс-президент нұрсұлтан назарбаев отбасының байлығы заңмен қалай қорғалатынын түсіндірді. Экс-президент үшін барлық кепілдік сақталады, алайда бұл отбасы мүшелеріне қатысты емес. Кепілдік тек оған, яғни экс-президентке қатысты болады. Күшін жоятын заңда оның отбасы мүшелеріне арналған шоттарға тиісті кепілдік қарастырылған. Министр парламент палаталарының бірлескен отырысынан соң хабарлады. Азамат Исқараев экс-президенттің туыстары заң бұзса қылмыстық жауапқа тартылатынын атап өтті. Заңда мұндай кепілдіктер қарастырылмаған. Президент туралы конституциялық заңға сәйкес экс-президенттің отбасы үшін мұндай кепілдік жоқ, деді министр. Сондай-ақ бақ өкілдері Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасының байлығына қатысты қандай да бір шешім қабылдана ма? Мысалы, елбасы қоры, мүлкі, шетелдегі байлығына қатысты деп сұрақ қойды. Заңда мұндай кепілдік жоқ. Президент туралы конституциялық заңда экс-президент үшін мұндай кепілдік қарастырылмаған, деді Азамат Исқараев. Қазақстан Конституциясының 46 бабына сәйкес экс-президенттің абыройы мен қадір-қасиетіне тиісуге болмайды. Сондай-ақ бұрынғы мемлекет басшысы мен оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету, қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Сонымен қатар айта кететін болсақ, бүгін тұңғыш президент туралы заңның күшін жоюға шешім қабылданды.